Сәлеметсіздер ме балақайлар? Мен бүгінгі бос уақытымды кітапханада кітап қарап жүредім. Сендерге математика сабағының басталатын уақыты болып қалыпты ғой. Ендеше математика сабағын бастайық. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы баға. Осы сабақта сендер бағаның не екенін білетін боласыңдар. Монеталардан қажетті соманы құрастыруды үйренесіңдер. Оқушылар, затты сатып алу үшін қолымыздағы монетаға байланысты заттың несін білуге болады? Дұрыс айтасыңдар, заттың бағасын білуге болады. Балалар, қазір сіздердің алдарыңызда теңгелер көрсетіледі, сол теңгелерді бірге атайық. 1 теңге, жарайсыздар. 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге. Енді осы теңгелерді керісінше кем өретімен атап көрейік. 20 теңге, 10 теңге, 5 теңге, 2 теңге және 1 теңге. Балалар, енді осы теңгелердің барлығын қосып көрейікші, кім жылдам есептейді екен? Дұрыс айтасыздар, бұл теңгелердің қосындысы 38 теңгені құрайды. Балалар, мен дәмханаға барып алма жегім келді. Алма 30 теңге тұрады екен. Мен даяшымен есептесу үшін қандай монеталарды қолданамын? Маған көмектесіңіздерші? Дұрыс айтасыздар, 20 теңге мен 10 теңгенің қосындысынан 30 теңге шығарып, даяшымен есептесуіме болады. Балалар, енді қазір дүкенге саяхатқа барайық. Онда қандай қызықтар бар екен? Балалар, қазір дүкенге саяхатқа барайық. Бүгінгі біздің дүкенде ертегі кітаптары сатылымда екен. Қиял ғажайып ертегі кітабы 90 теңге тұрады екен. Қызыл телпек кітабы 70 теңге тұрады. Алмаша мен аю кітабы 60 теңге тұрады екен. Осы кітаптардың ішінде қай кітап ең қымбат кітап, ал қай кітап ең арзан кітап екен таба қойыңыздаршы? Дұрыс айтасыздар балалар. Ең қымбат кітап қиял ғажайып ертегі кітабы, ал ең арзан кітап Маша мен аю кітабы. Қиял ғажайып ертегі кітабы Маша мен аю кітабына қарағанда қанша теңгеге артық? Дұрыс айтасыздар, 30 теңгеге артық. Саяхатымыз жақсы аяқталды деп ойлаймын. Енді кітаппен жұмыс жасайық. Белгілі бір соманы әртүрлі монеталар арқылы бірнеше тәсілдермен жинауға болады екен. Сіздердің алдарыңызда 11 теңге тұр. Бірінші сызбаға назар аударайық. 10 теңгенің қасына неше теңгені қосқанда 11 теңге болады? Дұрыс айтасыздар. 1 теңгені қосқанда 10 теңге мен 1 теңгенің қосындысы 11 теңгені құрайды. Екінші сызбаға назар аударайық. 1 теңгенің қасына жарайсыздар, 10 теңгені қосқанда 11 теңге құралады. Үшінші сызбада 2 5 теңгелік монета тұр. Енді оның қасына неше теңгелік монетаны қосқанда 11 теңге шығады? Дұрыс айтасыздар, 1 теңгені қосқанда 11 теңгелік монета шығады. Жұмыстарымызды тексеріп көрейік. Заттың бағасының қанша тұратынын табайық. Мен дүкенге барып, шырын алуым қажет болды. Бізде шырын 80 теңге, шоколад 20 теңге, нан 60 теңге тұрады екен. Маған шырын алу үшін қанша монета қажет? Дұрыс айтасыздар, 20 теңгелік 4 монетадан мен 80 теңгені құрап ала аламын. Екінші тәсілі. 2 10 теңгелік монета мен 3 20 теңгелік монеталардың қосындысы 80 теңгені құрайды. Шығарып көр. Нұрболдың тиын жинағышында 2 теңгелік бірнеше монета бар. Енді осы тиын жинағышта барлығы қанша ақша бар? Осы соманы тек 1 теңгелік монеталардан жинаса,
Қанша 1 теңгелік монета бізге қажет болады? Ал 5 теңгеліктерден жинаса ше? 10 теңгеден жинаса ше деген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Дұрыс айтасыздар, тиын жинағышта барлығы 15 теңге бар. Егер біз 1 теңгеліктерден жинасақ, бізге 1 теңгенің 15 1 теңгелік қажет болады. Ал 5 теңгеліктерден жинасақ, 3-5 теңгелік монета қажет болады. 10 теңгелік пен 15 теңгені қосып, 15 теңгелік монетаны жасай аламыз. Дәптермен жұмыс. Дәптеріміздің 78-79 бетін ашайық. Бізде бірінші суретте машине тұр. Машине 50 теңге тұрады екен. Қарандаш 5 теңге, дәптер 15 теңге, шоколад 10 теңге, қоян ойыншығы 90 теңге тұрады. Сіздерге тапсырма. Қазір осы машиненің қасына қанша теңге тұратынын қарап тауып жаза қойыңыздар. Сіздер дұрыс жазды деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі сабағымыз жақсы өтті деп ойлаймын. Сау болыңыздар.